Сәлем баршаңызға. Бүгін сіздермен үй жағдайында дайындалатын дәмді жұмсақ пиццаның рецептін ұсынамын. Пицца жасауда негізгі фишкасы сырды дұрыс таңдау керек. Бірақ мен мұнда таңдаған сырым аса созылмайтын болып шықты. Сонда да сіздерге осы рецептті ұсынуды жөн көрдім. Видеоны соңына дейін тамашалаңыздар. Ең алдымен жылы суымызды ыдысқа құйып аласыздар. Одан кейін қантымызды, тұзымызды, дрожжымызды саламыз. Одан кейін сұйық құйып, барлығын жақсылап араластырасыздар. Барлығын араластырып болған соң, үстіне ұнымызды салып, жұп-жұмсақ қылып қамыр илейсіздер. Қамырымызды илеп болған соң, бетін жауып, көтерілгенше жылы жерге қойып қоясыздар. Қамырымыз ашыған соң, екі бөлікке бөліп, тағы да көтерілгенше қойып қоясыздар. Қамырымыз көтерілген соң, табамызды майлап, нанымызды дөңгелектеп жайып шығамыз. Ендігі кезекте майонезімізді және де кетчупымызды қамырымыздың бетіне біркелкі қылып тегістеп жағып шығамыз. Енді бетіне салмамызды салып шығамыз. Салмасына қалауларыңыз бойынша салсаңыздар болады. Мен салмасына колбасаны ғана салдым. Барлығын орналастырып шықтым. Ендігі кезекте қызып тұрған пеште 180 градуста 15-20 минут пісіріп аласыздар. Сырды мен пиццамыз пісейін деген кезде ғана себетін болам. Пиццамыз уже міне пісуге жақын қалды. Ендігі кезекте сырымызды жақсылап көптен сеуіп шығасыздар. Пиццамыз дайын болды. Баршаңызға ас болсын. Менің